Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге осындай дәмді ерекше болып шығатын оладьи дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға бір жұмыртқа, жарты шай қасық тұз, 2 ас қасық қант салып, әдемілеп араластырамыз. Одан кейін дайындап алған сүтті құйып, оны да жақсылап араластырамыз. Үстіне қамыр қопсытқышты саламыз. Оны да біріккенше жақсылап араластырамыз. Дайындап алған ұнымызды бөліп, осылай видеода көрсетілгендей етіп саламыз және араластырамыз. Бұл әдіс қамырдың көп болып кетуінен сақтайды және оладьидің көтеріліп әдемі болып пісуіне көмектеседі. Табамызды қыздырып алып, осылай пісіріп аламыз екі жағын. Оладьи өте дәмді болып шығады, сіздерге де кеңес беремін. Дайындап көріңіздер, ұнаса лайк басып, пікір жазып қалдырыңыздар. Сәттілік!